Елдің тұғыры биікте деген атаумен өткізіледі. Бұл сабақта біз негізінде өзіміздің бойымызға қалыптастырылған «Мәңгілік елдің тұғыры» атты кітап көрмесінде Қазақстан Республикасының кітапханасының қорынан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған материалдар ұсынылды. Сонымен қатар бізде әртүрлі буклеттер көрсетілген, соны білеміз жақсы. Қазақ халқы ол поэзиясы ешқашан өмір сүрмеген, поэзиямен бірге жеткізген болатын бағанағын. Біз де содан бүгін құр қол қалмаймыз. Жаңағы жетістіктерімізді біз жыл бойынша хронологиялық кестемен айтып шықсақ, енді келесі кезекте біз жыр жолдарын жолдауға өздеріңіз. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Ва еркінде қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам бар. Алшан басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қалдырыны жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәнін көрдім, не бары 6 жасында. Алып құлғалар құлағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасында соныптым. Алып сөздерді айта алғанын көрдім, ақ төбеліндей халықтың. Алып кітаптар қорыққанын көрдім, сол сәтте ақ одан безінген. Алып ойлардың қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Алып сағаттар тоқтағанын көрдім, өлшенді уақыт жаңадан. Алып жүректер Әділ деді арманды әуелгімі, кекет алмас қазақты жырау еркілік. Тәуелсіздік туындай биігенсең, кетті бүгін келмеске тәуелділік. Қуан қазақ, күн туды қуанатын, қазақ ел азат, қазақ жер азат, қазақ ер азат. Бұдан нұрлы шақ бар ма, бұдан асар бақ бар ма, қуан қазақ. Күн есігі, мақтанам тәуелсіз елімнен, күн кешем ертеңге сеніммен. Астана шаңырақ, Атырау Алтайдың арасы, кереген секілді керілген. Өткені тағылым, ертеңге сенім бар. Бақытты тағдырым, тәуелсіз елім бар. Батырлар ерлігін ұрпақпыз үлгі еткен. Байлығым елдігім, қараймыз құрметпен. Гүл жайнап құлпырған жерге мекенім. Даламды сұр тұнған мақтаныш етемін. Аспаны